Деф деген полиция офицері комадан оянып, өзінің жездесі әрі досы Фарханды танымайды. Апатқа түсер алдында Деф Фарханға хабарласып, істің жабылғанын айтады, алайда дәл қазір оның есінде ештеңе де жоқ еді. Баршаңызға сәлем, бүгін біз Дева деген үнді фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Біз Дефтің әпкесінің тойына ораламыз. Ол ақшаны аямай керемет той жасап берген болатын. Тойдан қайтып келе жатып, өзінің жан досы Рохан Сильваға келеді. Ол да полицияда жұмыс істейтін еді. Қалада бір қылмыскерді ұстау мақсатында барлық өткен-кеткен көліктерді тексеріп жатқан болатын. Алайда бір танымал гангстер келіп, өзінің көлігін тексертуден бас тартып, танымалдылығын алға тартады. Осы жағдайға Деф куә болады. Гангстер отбасынан шыққан Апти жігітті мазақ қылып, егер көлікті тексергісі келсе, үйіне барып кілтті алып тексеруі керек екенін айтып кетіп қалады. Деф Сильваны мінгізіп алып, оның Ребекка деген стюардесса қызы бар екенін біледі. Артынан гангстердің үйінің қасына келіп тоқтап, кілтті барып алып кел дейді. Амалы жоқ Сильва ішке кіріп, бірақ кілтті ала алмай келеді. Ашуланған Деф ішке кіріп, бәрімен қырылып, Аптидің келіншегінің туған күнінің шырқын бұзады. Тортты кесіп жеп, полицейлердің жұмысының өте ауыр екенін, және Апти секілді адамдардың олардың жұмысын бағаламайтынын айтып кетіп қалады. Апти Дефтің осы қылығы үшін өкінетінін айтады. Деф өзінің ойнасымен болып, оның сыртынан бақылап тұрады. Жұмысқа келген Дефті бастығы Фархан кешегі жағдай үшін ұрыс астына алады. Ол жайлы газетке шыққан мақаланы көрсетеді. Дегенмен Аптидің алдында Деф өзінің інісі екенін айтып, оны жақтайды. Деф газеттің кеңсесіне келіп, өзінің мафия емес екенін айтады. Осы кезде журналист қыз Абхая келеді. Деф өзі жайлы не жазса да бәрібір екенін, бірақ Фарханды қоспауын өтінеді. Абхаяның да әкесі полицияда жұмыс істейтін еді. Полицейлер қауіпті қылмыскер Рабха Джадханы ұстау операциясына келеді. Дефтің бақылауымен болған операция кезінде ғимарат жарылып кетіп, бірнеше полицей қаза тауып, бірнешеуі жарақат алады. Оның ішінде Абхаяның да әкесі бар еді. Абхая осы жайлы газетке мақала жазуы керек еді. Артынан әкесінің ауруханада екенін, және оның денесінің қатты күйіп қалғанын естиді. Абхаяның әкесі Фарханға Рабха Джадха деген қылмыскердің отырған жері жайлы хабар келіп, барлық полицей сонда жиналғанын, және Дефтің басшылығымен ішке кіргісі келгендерін, дегенмен кенеттен ғимараттың жарылғанын айтады. Деф ыңғайсызданып сыртқа шығып кетеді. Ол дәлізде отырған Абхаяны көреді. Ол әкесінің енді ешқашан жүре алмайтынын айтады. Сондай-ақ ылғи Рабха Джадханы ұстар алдында біреудің айтып беріп, оның қашып кетуіне ықпал ететініне таң қалады. Ол Дефтен тіке сендердің іштерінде сатылған полицей бар ма деп сұрайды. Сильва мен Деф бірге отырғанда, Сильваның әкесі келіп, Дефтің қасына мүлдем жоламауы керек екенін, Деф өз әкесін түрмеге отырғызу үшін полицей болғанын, ал Сильваның Дефке ұқсағысы келіп полицей болғанын, өздерінің отбасының осындай жаман ортадан аулақ болғаны дұрыс болатынын айтып ашуланады. Сильва отбасында ешкімнің мемлекетке жұмыс істеуге бармайтынын, мемлекетті өздеріне жұмыс істететінін, сол себепті өз үйінде шеттетіліп жүргенін жасырмайды. Оларға Рабха Джадханың табылғандығы жайлы хабар келіп, қайтадан осы қылмыскерді ұстау үшін операция басталады. Қылмыскер Сильваны атайын деп тұрған жерінен Деф атып, артынан Сильваның пистолетімен атып, оқ сенікі, қылмыскер сенікі, енді сені әкең мақтан тұтатын болады дейді. Фархан осы жағдай жайлы сұрап, Дефтен қылмыскерді кім өлтіргенін сұрайды. Деф бұл өткен іс екенін айтып жауап қатпайды. Ол Абхаяны кездестіріп сөйлесіп тұрғанында, Сильва Ребеккаға үйленуге ұсыныс тастайды. Солай 1 мамыр күні Рохан Сильва өте қауіпті деген қылмыскер Рабха Джадханы ұстағаны үшін атақ алады. Ол трибунада сөз сөйлеп тұрғанында, оны біреу атып кетеді. Міне, дәл осы жерде ауруханадан шыққан Дефтің оны кім өлтіргенін шешкенін білеміз. Қазір оның жұмысы Сильваны өлтірген кім екенін есіне түсіру еді.
Фархан Дефтен өзінің ештеңе білмейтінін ешкімге айтпауын сұрайды. Дефке жаңа телефон мен флешка беріп, ештеңені уайымдамауын айтып, Сильва Роханның өздерінің бауыры болғанын және оның аруағы үшін оны кім өлтіргенін табуды сұрайды. Деф үйге келіп өзінің формасын ұстап, артынан Фарханның берген флешкасын ашып қарайды. Ол жерде Сильваны атқаннан кейінгі у-шуды көреміз. Деф камерадан кісі өлтірушіні көріп, оқ атылған ғимаратқа тез жетеді. Полицейлер осы ғимаратқа кіреді, алайда іште ешкімде болмайды. Сильваның жерлеу рәсімі өтіп, Деф бірде-бір адамды қалдырмай тексеріп, өзінің досын кім өлтіргенін табуға Фарханға өз уәдесін береді. Ол тіпті Сильваның бауырларын ұстап, шет елге шығуға тыйым салады. Олар оқ атылған жерге келіп, ол жерге бұрыш себілгені себепті ештеңе де таба алмайды. Ол өзінің камерадан көрген адамының да суретін салдырады. Артынан күдікті деген Мандардың үйіне келеді. Не керек оны қорқытып, суретті көрсетіп, осы адамның нақты кім екенін сұрайды. Білмеймін дегеніне қарамастан оны қинап, тіпті әйеліне дейін қорқытып, қасындағы жұмысшыларының айтуы бойынша ғана кетеді. Олар атқан адамды көрдім деген келіншектің үйіне келеді. Ол өзінің үлкен жасыл көлікті көргенін айтады. Олар барлық ақпаратты тексере келе, осындай көліктің Аптиде бар екенін біледі. Деф Аптиді келекілеп бөлімшеге шақырып кетеді. Дефке Ребекка хабарласып, өзінің сөйлескісі келетінін айтады. Фархан оның Аптиді мазақ қылғанына қатты ашуланады. Деф оған Аптиде дәл осындай көліктің болғанын және осы істе барлығы бір-бірімен байланысты екенін айтып кетіп қалады. Ол өзінің мотоциклде келе жатып апатқа түскен жеріне келеді. Фархан Махимнан осы жерге келемін дегенше 20 минут екенін, алайда Деф оған 50 минуттан кейін хабарласқанын, демек екі ортада бір жерге соққандығын айтады. Оның Сильваны кім өлтіргенін есіне түсіріп, қайта анықтауы үшін 2 апта ғана уақыты бар еді. Есік алдынан түсіп қалған Дефті Мандардың адамдары өлтіргісі келеді. Үйге келген Дефке Абхая келеді. Ол Дефтің есін жоғалтқанын білмейтін еді. Ол өзінің Дефтің қасында болмағаны үшін өкінетінін айтып, екеуі апат болар алдында Абхаяның әкесіне барып, екеуінің үйленгісі келетінін естіртуі керек болған еді. Деф дәрігерге келеді. Дәрігер оның бұлшық еттерінің бәрін де білетінін айтып, есінің оралу-оралмауы да мүмкін екенін айтады. Ол қайтадан жұмысқа қосылады. Ол жиналыс өткізіп болып сотқа келеді. Мандардың келіншегі оны қорқытқаны үшін сотқа берген болып шығады. Дефтің апатқа түскені салдарынан сотты 2 айға созады. Деф өзінің сынып қалған телефонын алуға келеді. Оған бір келіншек тесіліп қарап тұрады. Өзінің хабарламаларын тексеріп, Абхаямен кездеседі. Абхаядан не үшін өзін ұнататынын сұрайды. Осы кезде ол балконнан жасыл көлікті байқайды. Деф бірден куәгер келіншекке келеді. Ол жасыл көліктің жарық астында көп болып көрінетінін түсінеді. Олар күдікті деген бір адамды ұстауға келеді. Ол адам қашып барлығы оның ізінен жүгіреді. Алайда Деф оны ата алмайды. Олар Сильваның еске алу кешіне келеді. Ребекка оған келіп екеуінің құпиясын сақтағанына рахметін айтады. Деф Сильваның ағасымен қырылып қалады. Фархан оның есін жиып жатқанына қуанады. Ребекканың қонақ үйіне келген Деф барлық әңгімені аудиоға жазып алатынын айтады. Ребекка оған қатты ашуланады. Ол Сильваның қайтыс болар алдындағы түнді есіне алады. Сильва оған өзінің марапаттау рәсіміне дайындаған сөзін Ребеккаға оқып берген болатын. Осы видеоны Ребекка Дефке көрсетеді. Деф бұл видеоны Фарханға көрсетіп, іштерінде бір сатқынның бар екенін айтады. Деф оқ атылған ғимаратқа танымал эксперт әкеледі. Ол видеоны қарап, ғимарат ішіне кіріп, қылмыскердің осы жерден оқ атқанына сене алмайды. Ол оқтың мүлдем басқа жерден атылғанын айтып, сол жерге келеді. Олар қайтадан мылтықты орнатып, дәл осы жерден атқанына көз жеткізеді. Ол оқты адам емес, арнайы жасақтап, пультпен атқанын айтады. Мылтықты орнатқан адам Роханның нақты қай жерде тұратынын білген еді. Деф бұрынғы камераны қайта қолына алып, ештеңенің де көрінбейтінін түсінеді. Сонда қылмыс болған күні Деф кімді көрген деген сұрақ туады. Солай Деф ешкімді көрмегенін түсінеді. Полицейлер бастықтарына Дефке сене алмайтынын айтып, Дефтің апаттан кейін ештеңе де есінде жоқ екенін алға тартады.
Олар екі адамды алып келіп, олардың кім екенін сұрайды. Дэвтің есінде ештеңе де жоқ екенін түсінеді. Осы кезде Дэвке бір полицей хабарласып, полиция гаражында көп машина тұрғанын, демек, біреудің оны пайдаланып, қайта әкеліп қойғанын айтады. Солай Дэвке тек 2 күн уақыт береді. Ол үйіне келіп, барлық ақпаратты қайта қарап, бәрін де есіне түсіруге тырысады. Оған ауруханадан хабарласып, ол есін жиған бұзақы Мандарға келеді. Мандар өздеріне Бул деген лақап атпен танымал полицейдің барлығын хабарлап отырғанын айтады. Артынан зертханаға келіп, Рабха Джатханың жанынан табылған телефонды алуға келеді. Осы телефоннан Рабханың адамдарына ғана телефон соғылған, және ең соңғы адам Мандар еді. Марқұм Сильва осы істі зерттеп, соңына жете алмай кеткен еді. Апаттың алдында Дэвке осы ақпараттар айтылған болатын. Рабханы ұстар алдында жасырын операцияның болатынын Бул деген адам хабарлап отырған. Тек ең соңғы ол өлтірілген операция ғана жеткізілмеген болатын. Бұл нөмір бірнеше жыл бұрын қайтыс болған қылмыскердің атына тіркелген еді. Дэв осы қоңыраулардың көшірмесін алады. Оған ойнасы келіп, өзінің күйеуімен бірге осы қаладан көшетінін және оның құпиясын өзімен бірге алып кететінін айтады. Дэв Фарханға келіп, осы 2 күнде істің шешімін тапқанын және барлық ақпаратты осы файлға тіркегенін, тек ең соңғы беті ғана бос қалғанын айтады. Осы жасалған қоңырау арқылы Сильва бір адамның сатқын екенін түсінеді. Ол Дэвті өзіне шақырып алып, қоңырау жасалған кездері оның қайда болғанын сұрайды. Ештеңе білмеймін дегеніне қарамастан, Сильва Рабха жайлы ақпараттың барлығын тек Дэв қана білгенін айтады. Дэв досының ештеңені де дәлелдей алмайтынын айтады. Рохан не үшін оның осындай сатқындыққа барғанын сұрайды. Дэв өзінің аш болғанын, жай ғана аш емес, аштықтан асқазан ауыратындай аш болғанын айтады. 8-ші сыныпта оқып жүргенінде үйінде ішерге тамақ болмағанын, көршісінің сарқыт деп әкеліп берген тәттісінің бәрін жеп қойғанын, кешкісін араққа сылқия мас болып келген әкесінің осы тәттілерді жеп қойдың деп аяғын сындырғанша ұрғанын айтады. Сол түні ауруханада Рабхамен танысқан болатын. Ол Дэвтің барлық емін төлеп береді. Дәл сол кезден бастап, ол әкесінің тезірек өлгенін қалаған болатын. Не керек, Рохан мен Дэв сөзге келіп қалады. Сильва оның өтірікші екенін бетіне басады. Дэв өзінің үйленіп жаңа өмір бастағысы келетінін айтады. Алайда Рохан Абхая Дэвтің кесірінен әкесінің жүре алмағанын білсе, не болатынын кім білсін дейді. Дэв егерде осы жағдай оның басында болғанда, барлығында кешіретінін, себебі ол үшін екеуінің достығы өте маңызды екенін айтады. Ол кез келген адамның екінші мүмкіндігі болуы керек екенін алға тартады. Сильва өзінің адал полицей екенін және Дэвтің шіріп кеткенін айтады. Дэв онымен келісіп, енді не істеуім керек дейді. Сильва 1 мамырда барлық шындықты айтып беретінін айтып шығып кетеді. Бұл әңгімені Дэвтің ойнасы естіп тұрған болатын. Сол күні телефон арқылы Дэв барлығын Фарханға айтқан еді. Алайда Фархан оны әдейі жасырып, Дэвтің өзі барлық шындықты ашқанын қалаған болатын. Барлық дәлел Дэвтің үйінде жасырулы еді. Ол мылтықты әдемілеп дайындап, телефон хабарласқанда атылатын қылып орналастырылып қойған болатын. Ол Ребекканың берген видеосынан Роханның Дэвке екінші мүмкіндікті бергісі келгенін естиді. Дэв Рохан үшін өте маңызды адам болған еді. Бірақ Дэв үшін өзінің абыройы Роханның өмірінен маңыздырақ еді. Дэв сол күні Роханның сөзін аяғына дейін тыңдамай, асығыс шешім қабылдаған болатын. Дэв өз кінәсін мойындайды. Фархан оның жақсы полицей екенін айтады. Дэв өзін тұтқындамас бұрын Абхаяға барғысы келеді. Өзінің уәде еткеніндей, бұл сенсация жаңалықты газеттерге алғаш болып Абхая жазып шығарады. Жарты жылдан кейін түрмеде отырған Дэвтің өзінің әріптестеріне көмектесіп жатқанын байқауымызға болады. Осымен біздің кино шолуымыз соңына жетті. Кино шолу сізге ұнады ма? Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.